Сәлем достар. Мағжан Жұмабаев айтпақшы, адам екі нәрседен қателеспеу керек. Бірі жар таңдау және бірі мамандық таңдау. Бүгін біздің тақырыбымыз ол мамандық таңдауда қателеспеу керек екен, мамандық таңдауда өте мұқияттылық таныту керек жөнінде айтатын боламыз. Енді бұл жерде мамандық туралы көп айта беретін болсам, ол мектеп табаларында деген ол тақырып кеңінен қолданылып отыру керек. Көптеген адамның мінез ерекшеліктері бойынша қай мамандыққа жақын, темперамент типтері бойынша қай мамандықтар тиімдірек екенін анықтап, сол жөнінде ата-ана мен бала болсында, мектептегі мұғалімдер болсын, өзара тығыз қарым-қатынаста болу керек екен. Мен бүгінгі видеода мамандық таңдаудағы өте базалық, негізгі формуланы сіздердің алдарыңызға тартып өткім келіп отыр. Яғни ол формула арқылы сіздер қай мамандыққа бейім екеніңізді, тек қана мамандық таңдауда тек бейімділікпен санаспай, сонымен қоса қызығушылықтарын, ол адамның деген қолынан келетін дүние, ол адам жасайтын іс-әрекетін сүйіп жасауда және ол нарыққа қажет мамандық болу керек екен. Ол үшін осы формуланы сіздердің алдарыңызда мына қағаз бетіне түсіріп көрсететін боламын. Енді шеңбермен алатын болса, мына мамандық таңдаудағы формула осы шеңбермен алатын болса, біріншісінде сіз мамандық таңдағанда қандай да бір орындау әрекеттерді сіз ұнатуыңыз керек. Яғни сол мамандықта жасайтын әрекеттерді сіз сүйіп жасап, ішіңіз пыспай, қызығып, уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей, солай жасайтындай әрекеттер болу керек. Сондықтан сіз өзіңіз не нәрсеге қызығасыз, қай нәрсені сүйіп жасайсыз, қай нәрсені күні-түні жасауға дайынсыз, ұнатасыз, жасағыңыз келе береді, ол сізді жалықтырмайды, ішіңізді пыстырмайды, тағысын тағы осы факторларға назар аудару керек. Яғни сіз қалайсыз, оны қалаймын, яғни сізге ұнайтын әрекеттер, сізге ол әрекеттер ұнайды, жасау әрекеттер ұнайды. Сонымен қоса, сіз қалауыңызбен қоса дейбекпін ғой. Яғни ол сіздің қолыңыздан келу керек, жасай алатыныңыздай болу керек. Тек қана қызығып, жасағым келеді, ұнайды, күні-түні жасауға дайынмын дегенмен қоса, ол сіздің қолыңыздан келу керек. Яғни сіз оны жасай алуыңыз керек. Жасай аламын, яғни қолымнан келеді. Яғни сіздің қолыңыздан келетін, сіздің оған деген бейімділігіңіз бар болу керек. Сонымен қоса, үшінші шеңберді алатын болсақ, сіз тек қана оны қалап қоймай, оны ұнатып қоймай, сонымен қоса оны сіз жасай алғаныңызбен қоймай, ол біздің қазіргі таңдағы нарыққа керек мамандық ба? Қажет. Яғни қоғамға қажет. Қоғамға, нарыққа қажет мамандық болу керек. Тек мен ұнатам, мен қыштан құмырала жасаған ұнайды, мен оны жақсы көрем, жасай аламын, қолымнан келеді дейтін болсаңыз, ол қазіргі таңда қажет па? Қазіргі таңда оған сұраныс көп па? Қазіргі таңда сіз қоғамға, нарыққа қажет, сонымен қоса сіз ол арқылы табыс таба аласыз ба? Өз күніңізді көре аласыз ба? Отбасыны асырай аласыз ба? Яғни нарыққа қажет мамандық па? Осы сұрақты өзіңізге қою керек екен. Енді мына ұяшыққа алып келетін болса, егер сіз қалайтын әрекеттеріңіз, ол сіз сол мамандықта қалап жасайсыз, ол мамандықта істеу сіздің қолыңыздан келеді. Тек қана осы екі факторды ескере отыра мамандық таңдайтын болсаңыз, сіз бақыттысыз, бірақ кедейсіз.
яғни ол сіздің мамандығыңызда осы фактор ескерілмей отыр, яғни ол қоғамға, нарыққа қажет мамандық па. Яғни сіз жаңа мен мысал келтіргенде қыш құюды ұнатсаңыз, саздан құмыралар жасауды ұнатсаңыз, сіз оны қолыңыздан келеді, сізге ол ұнайды, сүйікті ісіңіз, сіз оны жасайсыз, бірақ сіз әрине сіздің қалауыңыз болды, сіз бақыттысыз, бірақ нарыққа қажет болмағандықтан сіз табысыңыз орташа болуы мүмкін, керек дүниелеріңізді ала алмауыңыз мүмкін, бала шағаны қамтамасыз ете алмауыңыз мүмкін, иә. Сондықтан тек қана мына екі факторды ескере отырып мамандық таңдалмау керек екен. Енді сіз қаламайсыз, сіз ұнатпайсыз, бірақ сіз қолыңыздан келіп, әйтеуір иегіңіз бар, оған сіздің бейімділігіңіз бар, және ол қазіргі таңда қоғамның, нарықтың сұранысына өте сұранысқа ие мамандық дейді. Сіз бұл жерде нарыққа, қоғамға қажетті мамандық болса, сіз бұл жерде байсыз, яғни табыстысыз. Сіз көп жақсы табыс табасыз, отбасы мүшелерін қамтамасыз ете аласыз, қалаған нәрсеңізді ала аласыз, қалаған дүниені жасай аласыз, яғни сіздің қолыңыздан келеді, және ол қоғамға қажет мамандық. Ол жерде сіз байсыз, бірақ бақытты емессіз. Ішіңіз пысады, вам не дейді, скучно деп айтады, да, ішіңіз пысады. Сіздің барлық жағдайыңыз жасалған, табысыңыз көп, қолыңыздан келетін дүниемен айналысасыз, сіз байсыз, жақсы табыс табасыз, бірақ бақытты емессіз, өйткені сіз оны қаламайсыз, сізге ол ұнамайды. Сондықтан мына екі факторды ескеріп, мына факторды ескермей мамандық таңдайтын болсаңыз, онда сізде мынандай әрекет шығады. Енді мына шықталайық. Бұл жерде сіз тек қана сүйікті ісіңіз, сүйікті ұнатасыз, болғыңыз келеді, жасағыңыз келеді, ішіңіз піспайды, күні-түні жасауға дайынсыз, қалайсыз. Және ол нарықтың талаптарына сай мамандық. Тек осы екі факторды ескеріп, қолыңыздан келмейтін дүниемен айналысып, қолыңыздан келмейтін мамандықты таңдайтын болсаңыз, бұл жерде жеңілден, сонымен қоса бұл жұмыс жасау жеңіл, бірақ тек қана қалауыңызды, тек қана қоғам талаптарына қажет дүние болса, ол бірақ сіз қолыңыздан келмейтін болса, онда тұрақтылық жоқ та, мына жерде жеңіл, тұрақтылық жоқ, стабильділік жоқ, тұрақтылық жоқ. Бүгін ол жерде жұмыс жасауыңыз мүмкін, бірақ ертең не болатынын білмейсіз, яғни сіздің ол қолыңыздан толықтай келмегендіктен, жасай алмағандықтан, ол үстіртін жасалынады, сапасы төмен болады, ол басшылардың көзіне түседі, ол дұрыс емес жасағаныңыз түседі, сондықтан сізде сенімсіздік болады, қорқыныш болады, мен оны жасап білмеймін, бірақ әйтеуір жасап жүрмін, қалаймын, ұнайды, жасап жүрмін, қоғамға қажет, бірақ ол негізінде қолынан бейімділігім оған жоқ, қажет жасай алмаймын деп қорқынышта жүргендіктен сіз ол жерде тұрақтылық болмайды. Сондықтан осы формуланың бәрін ескере отыра алатын болса, сіз мамандық таңдауда сіз оны қалауыңыз керек, сіз оны ұнатуыңыз керек. Екінші, сіздің қолыңыздан келетін дүние болу керек. Мысалы, сіз математикаға нашарсыз дейік, математикаға нашарсыз, бірақ сіз IT саласында жұмыс жасағыңыз керек. Яғни бұл жерде көп математикалық есептер қажет, сондықтан сіз бұл жерде қолыңыздан келмейтін дүниеге қарай барудың қажеті жоқ. Енді осы жерде өзімнің мысалымды келтіріп өтіп келейін. Мен негізінде математикаға бейімділік жоқ дегенді бекер айтып отырған жоқпын. Шынымен де мен өзімнің математикаға бейімділігім жоқ. Сондықтан мен ол жаққа қарай бас сұқпаймын, жаңағы IT мамандықтарға бармаймын дегендей, мен
қолымнан не келеді, гуманитарлық пәндер менің қолымнан келеді, гуманитарлық пәндерде мен мықтымын, сол саланы таңдап қазіргі таңда осылай психолог болып отырмын. Сондықтан бұл жерде факторлардың бәрін ескере отыру керек. Сонымен қоса қоғамның нарықтың талаптарына сай керек мамандықтар болу керек. Керек емес мамандықтар да өте көп. Оны сіз ескермей тек қана мына қалауларыңыз бойынша жасайтын болсаңыз, сіз бақытты болғанмен кедей боласыз. Сондықтан адам мамандықты таңдағанда, жұмыс жасағанда ол табысты да алып келу керек. Сонда құрметті оқырмандар, мына барлық осы формуладағы 3 фактор барлығы 3 фактор табылу керек қой сіздің таңдауыңызда, мамандық таңдаудағы осы 3 фактор міндетті түрде болу керек. Сол кезде міне мына жерде ұштасу керек. Осы жерде қай жерге апарайын? Осы жерде табыс, успех, успех. Сонда сіз мамандығыңызды бекер таңдамағаныңыз, кейін неге оқыдым, 4 жылымды кетіріп, оны жасағым келмейді, тағысын тағы деген әңгімелерден аулақ болып таңдаған мамандығыңыз бойынша табысқа жетуге болады екен. Сондықтан осы 3 факторды ескере отыра мамандықты таңдауға тілектеспін.